Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгін сіздерге жасанды интеллект білім беру саласында мүмкіндіктер, шектеулер және болашақ трендтер тақырыбындағы шебер сыныпты ұсынбақпын. Мен информатика пәнінің мұғалімі, педагог зерттеуші Серік Бағлан Дарханұлы. Ең алғашқы жасанды интеллект ол Microsoft Designer деп аталады. Бұл жасанды интеллект арқылы біз дизайн жасау мүмкіндігіне ие боламыз. Microsoft Designer бұл жасанды интеллект арқылы жоғары сапалы графикалық дизайндарды жасауға мүмкіндік беретін құрал болып табылады. Бұл жасанды интеллектте, яғни өзінің автоматтандырылған дизайны бар, дизайнды жетілдіру функциясы бар, және де қарапайым және интуитивті интерфейсі бар. Автоматтандырылған дизайн пайдаланушы мәтін немесе идея енгізсе, жасанды интеллект соған сәйкес дизайн шаблондары мен элементтерін өз автоматты түрде ұсына алады. Дизайнды жетілдіру бойынша, мазмұн және стилі бойынша ұсыныстар береді. Кез келген деңгейдегі пайдаланушы үшін қолайлы интерфейсі бар. Дизайн элементтерін сүйреп апару арқылы оңай реттеуге болады. Платформада әртүрлі дизайн түрлері бар, яғни әлеуметтік желілерге арналған, маркетингке арналған, оқуға арналған және шығармашылыққа арналған өзінің дизайн түрлерімен бай. Өзінің үлкен кітапханасы бар, яғни кітапхана ішінде шаблондары бар, фондары бар, иконкалар бар және де суреттері бар. Microsoft экожүйесімен интеграция жасалған, яғни біз өзіміздің қолданып жүрген офис құралдары, PowerPoint, Word, Excel солармен үйлесімді түрде жұмыс жасайды. Және де қазір кезде офис құралдарының онлайн нұсқасы шықты, оның негізгі атауы OneDrive деп аталады. Яғни сол OneDrive-ға өзіміздің жасаған жобаларымызды сақтап, кез келген құрылғыдан және кез келген жерде қолдана аламыз. Келесі жасанды интеллект Luma Labs деп аталады. Бұл жасанды интеллект арқылы өзіміздің шығармашылығымызды жаңа деңгейге көтере аламыз. Luma Labs жасанды интеллект технологияны қолдана отырып, пайдаланушыларға 3D модельдеу және бейне генерациялау мүмкіндіктерін ұсынатын платформа. Luma Labs жаңа технологиялардың әлемі. Яғни Luma Labs'та өзінің Dream Machine, бейнені генерациялау, Interactive Scenes, 3D көріністерді түсіру және Luma AI мобильдік қосымшасы бар. Luma Labs'тың жаңа мүмкіндіктердің бірі Dream Machine'ге тоқталатын болсақ, бұл жерде яғни қайталау функциясы. Бұл мүмкіндік арқылы біз бейнелердің бірінші және соңғы кадрлардың арасында тегіс өтуді қамтамасыз ете аламыз. Яғни осы қайталау арқылы біз өзіміздің жасаған клиптерімізді, анимациялық видеоларымызды үздіксіз ойната аламыз. Luma AI, яғни суреттерді тірілте алады. Яғни ол үшін біз бірінші статикалық фотосуреттер дайындап аламыз, сол суреттерге қозғалыс қосамыз және де сол суреттерді ең соңында анимациялық үлгісін көре аламыз. Келесі таныстыратын Eleven Labs жасанды интеллект негізіндегі дыбыс жасау интеллектісі. Eleven Labs бұл жасанды интеллект негізіндегі мәтінді дыбысқа түрлендіру платформасы. Ол жоғары сапалы және табиғи дыбысталатын жасауға мүмкіндік береді. Табиғи дыбысталатын ТТС, яғни шынайы дыбыс жасауға мүмкіндігі бар. Eleven Labs'тың алгоритмдерін қолдану арқылы дыбыстар өте нақты әрі шынайы естіледі. Әртүрлі акценттер, платформа әртүрлі акценттер мен эмоцияларды дәл жеткізуге қабілетті. Тілдерді қолдау, платформаның ішінде көп тілде дыбыстарды жасауға болады. Мысалы, орыс тілде, ағылшын тілде, неміс тілінде, француз тілінде және тағы басқа. Халықаралық қолдану, яғни бұл платформа бізде халықаралық деңгейде қолданылатын ең танымал платформа болып табылады. Эмоционалды контекст, яғни Eleven Labs жасанды интеллекті тек мәтінді оқып қана қоймай, оның эмоциялық реңкінде жеткізе алады. Аудио кітаптар, бұл функция әсіресе аудио кітаптар, подкасттар және бейнероликтер үшін өте пайдалы. Яғни осы аудио кітаптар көбінесе қазақ тілмен әдебиеті, орыс тілмен әдебиеті және ағылшын пәндеріне өте тиімді болып келеді. Артықшылықтары: шынайы дыбыс, табиғи және нақты
дыбыстарды жасай алады. Дауыстарды икемдей алады, яғни әртүрлі акценттер мен эмоцияларды қолданып көптеген дауыстарды жасай алады. Жылдам және тиімді мәтінді дыбыстау. Яғни біз жасанды интеллектке өзіміздің промптымызды жазамыз және соның негізінде бізге дыбыстарды тез арада жасап береді. Қолдану салалары, яғни осы үш платформада біз бірнеше салада қолданыламыз, яғни аудио контент, аудио кітаптар, подкасттар, бейнеліктер үшін, яғни кәсіби дыбыстар жасауда қолдануға болады. Білім беру саласында электронды оқулықтар мен білім беру платформаның мәтіндерді дыбыстауға өте пайдалы. Медиа және маркетинг, брендтік жарнамаларға бірегей дауыстар жасай аламыз. Көру қабілеті шектеулі адамдарға көмек, кітаптар мен құжаттар дыбыстап қолжетімді ете аламыз. Қорытындылай кететін болсақ, яғни осы үш платформаны қолдану арқылы біз уақытты үнемдейміз, яғни екінші кәсіби сапалы контент жасай аламыз. Үшінші интуитивті жүрміз, қолданушыға достық интерфейс, яғни алдын ала дайындалған шаблондарын қолданаламыз, және де бұл платформалар үнемі жаңарып отырады. Келесі жасанды интеллект білім берудегі шектеулер, яғни біз қазіргі кезде жасанды интеллектіні білім беру саласында жаңа мүмкіндіктерді ашқанымен оның қолдануында белгілі бір шектеулер бар екенін білеміз. Бұл презентация, яғни жасанды интеллектін білім берудегі қолданудағы негізгі шектеулерді қарастыратын болады. Әлеуметтік экономикалық шектеулер, яғни оның ішінде қолжетімділік. Кейбір елдерде немесе аймақтарда қажетті жабдықтардың немесе интернеттің болмауы жиі құралдарын пайдалануды шектейді. Қаржылық шығындар, жиі жүйелерін әзірлеу, енгізу және қолдау үлкен қаржыны талап етеді. Бұл білім беру саласында әрдайым мүмкін емес болып табылады. Адам фактормен байланысты шектеулер, яғни мұғалімдердің дайындығы. Мұғалімдер жиі құралдарын қолдануға дайын болмауы, яғни себебі арнайы оқыту немесе тәжірибе қажет. Сондықтан да қазір кезде көптеген жасанды интеллект бойынша курстар жасалуда. Ең маңызды бір шектеулердің бірі жиыға тәуелділік. Жиі қолдану білім беру процесін жеңілдеткенімен оқушылар сыни ойлау және өзіндік оқу дағдыларын дамытуын тежей алады. Біз оны қазір байқап та келеміз. Тиімділіктің шектеулілігі, яғни контекстті түсінбеу. Жасанды интеллект кейде оқу процесінің контекстін немесе оқушының жеке қажеттіліктерін толық түсіне алмайды. Бұл оқытудың тиімділігін төмендетуі мүмкін. Креативтілік пен эмоция. Жиі құралдары оқушылардың креативтілігі мен оқушылармен эмоциялық байланысын толық алмастыра алмайды. Яғни өзімнің таныстырылымның соңында мен осы үш платформаны бір-бірімен интеграция жасағым келіп отыр. Яғни ең бірінші біз Microsoft Design арқылы фото жасап аламыз. Келесі сол фотоларды біз Luma Labs платформасына саламыз, және де сол арқылы фотоларды біріктіру арқылы біз фотолар тірілтіп кішігірім видео жасап аламыз, және де осы жасаған жұмыстарымызды ең соңында дыбыспен әрлейтін боламыз. Соңында біз керемет бір анимациялық видеоны көретін боламыз. Осы шебер сыныптың материалдарын жүктеп алуға арналған QR-код. Бұл экранда бірнеше секундтар тұратын болады. Өздеріңізге сканерлеп алып, шебер сыныптың материалдарын өздеріңізге көшіріп алсаңыздар болады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Видеоның екінші бөлімі платформалар таныстыруға арналатын болады.